Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сөз таптары тақырыбы аясындағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Алтымен сөз таптарын және де олардың сұрақтарын есімізге түсіріп алайық. Ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Терме диктант, яғни берілген сөздердің ішінен туынды етістіктерді теріп жаз. Ұйқасын тап ойына. Берілген сипаттамаларға назар аударып, суреттер бойынша ұйқасын тап. Ал ендеше шашылған буындардан сөздер құрап көрейік. Балалар, біздерге енді қызықты сөз жұмбақ келіп тұр. Осы сөз жұмбақты шешіп көрейік. Бұнда бір қызығы, сіздер орыс тіліндегі сөздерді қазақ тіліндегі сөздерге аударасыздар. Жақсы балалар, сөз жұмбақтың жауабындағы демалыс сөзіне назар аударайық. Сендер жазғы демалысты күтіп жүрсіңдер ме? Олай болса, оқулықтағы 48-ші жаттығуға назар аударайық. Жазғы саяхат жыры атты өлеңді мәнерлеп оқы және де берілген сұрақтарға жауап бер. Жазғы демалысты мен не үшін күтемін тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаз. Қырық 49-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақтың шешуін тап. Және де қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сөз таптарына, сөйлем мүшелеріне талда. Елу бірінші жаттығудағы оқушының хатын оқып шық. Хаттағы қаратпа сөздерді ата. Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Сен де дәл осылай досыңа не туысыңның біріне хат жаз. Хатта мектебің, қалай оқитының және қалай демалатының туралы хабарла. Жарайды балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы 115-ші беттегі 50-ші жаттығу. Сау болыңдар.